Ассаляму алейкум, қайырлы түн. Бүгін JavaScriptте регулярный выражение деген тақырыпқа тоқтап өткім келеді. Жалпы бұл строкамен жұмыс жасайтын нәрсе, стрингпен. Сіздің қолыңыздағы стринг ол қандай да бір ережеге сай ма, сай емес па, соны анықтау, және де сай келетін тұстарымен жұмыстар жүргізу, әртүрлі операция жинап алу, өзгерту, replace жасау, тағы функциялар көп. Бірақ та мен ең негізгі жерлеріне ғана тоқтап өткім келеді. Жақсы, кеттік. Осы тақырыптарға келгенде мен әрдайым қолданатын екі ресурсым бар. Осы сілтемелерді сіздерге видеоның астына қойып қояйын. Біреу осы бет, неге екенін білмеймін. Кезінде бірінші рет осы тақырыпқа кіріскен кезде интернеттен шарлап настольный справочник ретінде осы страницаны өзіме сақтап алып қаптым. Өте ыңғайлы, қысқа нұсқа, тура маған керек жерлерін түсіндіріп кетіпті. Осы бет және Microsoft-тың тағы бір беті. Осы жерде. Осы бір жері толықтырып отырады. Ана бетте жоқты, мына бетте бар, мына бетте жоқ, ана бетте бар дегендей. Пайдаларыңызға жарап қалса, қабыл алыңыздар, екенде ссылкасын қоямын. Сосын жалпы мына JavaScript болғасын, Chrome'ның артына DevTools'ты ашып, осы жерде тестировать ете беруге болады, немесе онлайн тест жүргізетін, Regex тест жүргізетін сайттар көп негізі. Солардың біреуі осы Regex Storm деді. Оны да сілтемесін қойып қоярым. Жақсы, жаңа айтылған бір-екі ауыз теориямыздың практикасынан тезірек көшейік. Өйткені жалпы мына регулярный выражение ол теориямен түсінетін нәрсе емес, ол практикамен ғана түсініп келетін нәрсе. Қырт-шырты көп, және оның барлығын есте сақтау мүмкін емес. Осы күнге дейін кез келген бір тапсырма туып қалса, мен регулярканы қайтадан гуглить етіп, осы беттерді ашып, есіме түсіріп, сөйтіп отырам. Сол себепті сіздерде мына жерде не жазылып тұр, соның барлығын жаттауға тырыспай қойыңыздар. Одан да осы ссылканы бір жерге сақтап қойыңыздар, өздеріңізге закладкаға. И соны керек кезінде ашып қарап отырасыздар, қайтадан еске алып. Жақсы. Енді ең бірінші айтылатыны ол тік жақша. Тік жақшаның ішінде қай символ келсе, соның кез келген біреуі кездессе болды, подстрока табылды деп, substring табылды деп есептелінеді. Және мына тік жақшаның ішінде тере қолданса болады, диапазон ретінде. Мысалға, A-дан Z-ке дейінгі барлық символдарды көрсету үшін барлығын тізіп қажет емес, A-Z дей салса болады. Сіздерге арнап мына жерде бірнеше мысалдар дайындап қойдым. Осылардың барлығын валидациядан өткізіп көрейік, жаңағы айтылған шаблондар арқылы. Кеттік. Ең бірінші A-дан Z-ке дейінгі символдар дедік. Example, собачка алынбады, domain алынды, точка алынбады, ком алынды. Бірақ мыналар бөлек-бөлек алынып тұр. E бөлек, X бөлек, A бөлек, M бөлек депше, бізге бір тұтас болғаны керек. Демек, мына ереже бір ағарып ретінде емес, бірнеше рет қайталану керек та, солай қабылдану керек. Ол кезде бізге квантификаторлар көмектеседі. Міне квантификатор жұлдызша плюс сұрақ белгі. Егер жұлдызшаны қоятын болсақ, 0 немесе одан көп. Плюсті қоятын болсақ, кемінде 1 рет немесе одан көп. Ал сұрақ белгі 0 немесе 1 дейді. Осы жерде бізге керегі плюс. Егерде мына жерге плюсті қоятын болсақ, ол міне көрдіңіздер ме? Қазір енді бір тұтас example деген сөзді алып тұр. Собачканы алмайды, domainді және комды тұтас алып тұр. Бір шақ болсын, дұрыс валидаторға жақындап келе жатырмыз. Енді ары қарай собачканың өзін қояйық. Example собачка деген алынды. Енді domainға тағы да жерге A-Z деп берейік. D-сы алынды, плюсті қойсақ, domain тұтастай алынды. Жақсы. Енді мына жерде нүкте тұр. Нүктені былай қойсақ, ол дұрыс емес. Себебі нүкте ол өзінің бір міндеті бар оператор. Міне, мына жерде. Любой символ, кроме перевода строки,
Для поиска любого символа, включая перевод строки, можно использовать конструкцию так. Бұл емес бізге керек. Міне, экранирование. Экранирование, например, символ нүкте дейді, является спецсимволом, если же нужно, чтобы он воспринимался буквально, как раз бізге керек нәрсе, то нужно записать так. Слэш қояды және нүкте қояды. Мына жерде нүкте қойғанымыз, ол оператор ретінде қабылданып тұрды. Бізге нақты нүктенің өзі болып қабылдану үшін алдына тек слэш қоямыз. Жақсы, ол кетті. Енді мына жерге тағы да AZ дейміз және плюс дейміз. Жақсы, енді бұлайынша дұрыс валидатор деп қабылдасақ болады, бірақ технически ғана, шын мәнінде дұрыс емес, мынадан гөрі ұтымды жолдары бар. Бір жақсы ереже екенде қабылдап қалмаңыздар. Жақсы, бұл бірінші итерация, кеттік, ары қарай валидаторымызды дамыта береміз. Валидаторымызды ары қарай дамыта берейік. Келесі сатыда мына нижний черчканы қамтитын болайық. Оны қостым. Екінші қатардағы тұтастай алынды. Демек, дұрыс келе жатырмыз. Енді үшінші қатарда алынбай тұр. Себебі бұл жерде сан бар және тире бар. Тирені қостым және 0-ден 9-ға дейін деп сандар диапазонын бердім. Жақсы, үшінші қатарға да алып тұр. Енді 4-ші, 5-ші қатарды дұрыс деп қабылдап тұр, себебі тұтас сай келмесе де, мына біздің шаблонымызға қандай да бір бөлігі сай келіп тұр. Түсініп тұрсыздар ғой? Сол себепті дұрыс деп айтып тұр. Хотя бұны қате деп көрсету керек еді. Біздің валидаторымызға не жетпей тұр? Осы шаблонмен келіп тұрған сөз басталу керек және аяқталу керек. Қандай да бір ортасындағы бөлігі сай келгені ол жеткіліксіз, бізге келген сөз тұтастай сай болу керек, мына берілген шаблонға. Соны талап етуіміз керек. Жақсы, кеттік ары қарай. Оны талап ету үшін, мына біздің шаблонымыздың бас жағына мына символды қоя саламыз, үшбұрышты, және ең соңына долларды қоямыз. Осы екеуі якорлар деп аталады. Доллар осы шаблонмен аяқталуын талап етеді, ал мына бас жағындағы якор осымен басталуын талап етеді. Екі жағында осылай тұру керек. Жақсы. Енді мына жерде ешқайсысы өтпей қалған себебі, мына үлкен бір инпут қой. Осыны барлығын бір сөз ретінде қарастырып тұр. Әр қатарға түскенмен де. Біртіндеп берсек, ол кезде мына біздің шаблонымыздың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізуге болады. Жақсы, біріншісін ғана алып, қалғандарын өшіре тұрайын уақытша. Міне, example domain.com өтіп тұр. Енді арасына сандар қосайын, тире қосайын, бәрібір өтіп тұр. Ал егер екі жақ шетіне басқа бір символдар қосатын болсам, өтпей қалды. Соңына қосып көрейін, тағы да өтпей қалды. Тек қана осындай формат, дұрыс форматта келсе ғана біздің валидаторымыздан өтіп тұр. Мына валидатор әлі де дұрыс емес, оны ары қарай тағы да дамыта беруіміз керек. Жалпы енді мен новичоктарға арнап деп видео түсіріп атқасын, осы сіздерге арнап бір кішігірім кеңесімді қосып жібере салайын. Ол мына почтаның адрестеріне байланысты. Жалпы мынау адрес осы жалғыз дұрыс формат емес, бұдан да басқа дұрыс форматтары бар, және олар стандартқа сай болып саналады, және өмір сүруге ақылы, құқылы деп айтсақ дұрыс шығар. Мысалға, арасында бірнеше собачка болуы мүмкін. Негізінде мынандай почтовый адрес, ол дұрыс почтовый адрес. Ешқандай стандартқа қайшылығы жоқ. Бірақ осындайда қамтитын болсаңыз, тағы да басқа да жағдайларда қамтитын болсаңыз, немесе мына жерде 2 әріп немесе 4 әріп болу керек максимум, мысалы Mail.ru деп, осыдан аспау керек, немесе тағы бірдеңе поддомендер көбеймеу керек деп, сөйтіп барлығын зерттей беретін болсаңыз, ана стандарттың түбіне жетпейсіз негізі. Ол өте күрделі, қиындау тақырыпта. Оны көрсету үшін мен бағана қарастырған, сіздерге тағы да істеп қойын. Быстро Джекс. Так. Мысалға мына жерде қараңыздар, қандай ұзын форматтар, e-mailді бүкіл стандартын қамту үшін осылай жазып қойыпты.
мынау питондағысы кішкене ең қысқаша әдемі екен. Мынау JavaScript'тегісі одан біраз ұзынырақ екен. Енді мына жерде PHP'ді қарасаңыз, әсіресе Perl'ды қарасаңыз, ой, роман ғой мынау. Жаңағы мынандай өте сирек кездесетін, бірақ стандартқа қайшы емес почтовый адрестердің барлығын қамтимын десеңіз, батып кетесіз да. Мынау болото ғой, мынау барлығын әрі бері тасу, зерттеп отыру, ол босқа уақыттың соры ғой. Ол сіздің сайтыңызға кіретін адамдардың пайыздық қатынасын санайтын болсақ, енді 1%-ке де жетпейтін шығар деп ойлаймын. Ал мына бәріміз үйреніп қалған стандартный, біз үшін стандарт болып кеткен, қарапайым қолданушылар үшін стандарт болып қалыптасып санамызға сіңіп қалған осы шаблон, бұл 99.9% барлық қолданушыларды қамтиды. Енді өздеріңіздің араларыңызда қарап көріңіз енді. Кімнің почтовый адресі мына шаблонға келмейді екен. Барлығын қамту керек негізі. Бұны әлде де дамытам десеңіздер, көп болса мынаны W-ға айналдырып жіберсе болады. W дегеніміз мынаумен эквивалент, екеуі бірдей, оны мына жерден қарап жіберсеңіздер болады. Кішкентай W, ол 0-ден 9-ға дейін, кішкентай A-дан кішкентай Z, үлкен A-дан үлкен Z-ке дейін диапазон және нижний черчка. Осында қамтиды. Осылай қысқартсаңыздар болады, және мына жерде қысқартып жіберсеңіздер болады. Осылай қысқартсаңыздар болады. Осы қып-қысқа валидатордан өтсе болды, оны қабылдау керек. Егер осылай өтпей қалса, ондай қолданушыға айту керек қой, өтініш сен басқа жұрт сияқты біз үйреніп қалған форматтағы поштаңды құрасаш деп ше. Осымен тоқтасаңыздар болады. Жақсы. Бұдан ары қарай дамытып керек емес. Мүмкін сәл өзгерістер бар шығар. Мен мына жерде бір-екі жерде жаңылысқан шығармын. Жалпы regex деген тақырып жаңылысып кету оп-оңай тақырып. Бір-екі символдан шатасып қалған болуы мүмкін. Әйтеуір айтқым келген ойымды түсіндіңіздер деп ойлаймын. Мынау бәріміз үйреніп қалған стандарттан әрі қарай қиын бір стандарттарды қамтып керек емес. Қысқа нұсқа осымен спокойно жұмыс істей беріңіздер. Болды. Айтарым осы. Бүгінгі сабаққа практика жеткілікті деп ойлаймын. Email-мен ойнап көргеніңіз. Ал егерде біреулерге жеткілікті болмай қалса, өздеріңіз ары қарай жасап көрсеңіздер болады. Және шығарған нәтижені осы чатқа, телеграмға немесе ютубқа комментарийға жіберсеңіздер болады. Так, бірінші қарақылтонлы мақсұлы дегенде әріптер мен пробел екенін тексеру керек. Басында және соңында якорлар болу керек. Осыдан әріппен басталды және әріппен аяқталды деген сияқты. Сосын екіншісіне JaxSpace ignore case деген флагты қолдансаңыздар болды. Соны қолдансаңыздар, және үшіншісі мына мектептердің атын жазған кезде кейде тек қана нөмірін жаза салады, 202 деп. Кейде нөмірі 202 орта мектеп деп жазады ғой. Сол кезде ең басында нөмір деген символ ол 0 рет немесе 1 рет тұру керек. Одан кейін сан болса болды. Сан болса болды, ар жағында әріптер бар ма, жоқ па керек емес. Демек, якор тек қана бас жағына тұрады. Аяқ жағына якор қойып керек емес. Сосын, мұны енді сәл қиындау болып қалуы мүмкін. Бұны мына сайтта жасауға бола ма, болмай ма? Болмайтын сияқты. JavaScript'та жасасаңыздар болады. Браузерде пәленше, түгеншев, ат көше деген жазулар тұрады ғой. Негізі ат көше деген сәл жыпыны көрінеді да. Атындағы деп толық жазылып тұру керек. Сол үшін мына ат дегенді атындағы дегенге атындағы өзгерту керек, replace жасау керек. Және бұны мына сайтта емес, regex Storm деген сайтта емес, Chrome DevTools консолында қолданып, сонда JavaScript-пен көрсетсеңіздер болады. Жақсы,
Болды. Барлықтарыңызға рахмет. Үй жұмыстарын орындамай қойсаңыздар да болады. Оған көп уақыт құртпаңыздар. Кім негізі біраз алдыға жылжып кеттім деп ойласа, солар жасап көрсе болады. Әйтпесе программирование енді ашып жатқан адам үшін мынау керек емес тақырып. Жеке біреудің өтінішімен, арнайы заказымен, дұрысырақ айтсам, арнайы заказымен түсірілген видео. Сол үшін ғана тақырыптан тыс түсіріліп жатқан видео. Бонус деп қарастырсаңыздар болады. Кім шамасы келсе орындасын, кім дәл қазір шамасы келмей тұр, кішкене тәжірибесі жетіңкіремей тұрса, қоя салсын, емін-еркін қоя салсын. Кейін өз уақыты келеді. Сол кезде сіздер осыған тірелген кезде өзі дайын болып тұрасыздар. Осыны гуглитетіп жіберіп, қарап жіберіп, орындап жіберуге. Кейінге қалдырсаңыздар да болады. Жақсы. Мен өзім былай 90-да 10 деймін. 90% орындамай қойыңыздар. Видеоны қарағандарыңыз жеткілікті. 10% енді шамаңыз келсе орындап көре беріңіз. Жақсы, сау, саламат болыңыздар.